Сәлем, қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үйлеріңізде қалып қалған қандай варенье түрі болса да, дәл осындай пирогты сіздер жасап балаларыңызға ұсынсаңыздар, балаларыңыз қалдырмай жейтін болады. Рецепті жоғалтпамас үшін каналыма подписаться жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдымен електен төгілген ұнымызға бөлме температурасында майымызды салып, қолдың көмегімен крошка дайындап, оның үстінен бір дана жұмыртқа, 2 ас қасық шекерімізді және жарты шайнай ложка разрыхителімізді салып, қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр елеп аламыз. Дайындап алған қамырымызды алдын ала дайындаған пакетімізге 10-15 минутқа холодильникке салып қойып қоятын боламыз. 10-15 минуттан кейін қамырымызды алып арнайы дайындап алған формамызға қамырымызды жайғастырып орналастырып аламыз. Достар, керекті ингредиенттердің грамм массаларын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап жасап көрсеңіздер болады. Дәл осылай қамырымызды формамызға орналастырғаннан кейін салмасына мен осылай алмалы вареньемді салдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша құлпынай, вишня, әртүрлі алхоры барлық варенье түрі жарай береді. Осылай мен алмалы вареньемді салып 200 градуста 35 минут шамасында, 25 минут 30 минут шамасында пісіріп алдым достар. Бізде қамыр ғана қызарып піссе болғаны, қалғаны тез дайын болады. Видеоны жоғалтпамас үшін каналыма подписаться жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Рецептімді лайк басып қойыңыздар.